Сәлеметсіздер ме, бірінші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кері есептер. Балалар, оқу құралдарымызды шығарып, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Сәлем саған алтын күн, сәлем саған көк аспан, сәлем саған жер ана, сәлем саған достарым, деп бүгінгі сабағымызды жақсы көңіл күймен бастайық. Балалар, суретте не көріп тұрсыздар? Жұлдыздар қандай түсті? Ал енді бәріміз сары және қызыл түсті жұлдыздардың санын анықтайық. Суретте 5 сары жұлдыз және 3 қызыл жұлдыз көрсетілген. Балалар, сендер білесіңдер ме? Осы жұлдыздарды пайдаланып, біз есептер құрастырады екенбіз. Енді мұқият зер салып қарайық. Сары жұлдыз 5, қызыл жұлдыз 3, барлығы қанша жұлдыз? Біз осы жұлдыздардың санын қосып, барлық жұлдыз санын анықтай алады екенбіз. Сонда 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Жауабы барлығы 8 жұлдыз. Ал енді балалар, осы есепке кері есеп құрастырып көрейік. Егер бізге барлық жұлдыз саны 8 екені белгілі болса, сары жұлдыз 5. Бізге қызыл жұлдыздардың санын табу керек. Сонда қызыл жұлдызды табу үшін біз не істейміз? Есептің шешуінде 8 бен 5-тің айырмасынан шыққан санды табамыз. Сонда 8 бен 5-ті азайтсақ, 3 шығады. Барлығы қызыл жұлдыз 3 екен. Балалар, бірінші есеп ол берілген есеп. Ал екінші есеп осы есепке кері есеп деп аталады екен. Сонда бүгінгі сабағымыздың мақсаты, бүгін сіздер есепке талдау жасауды және де шығаруды үйренесіздер. Ал енді оқушылар, оқулығымыздың 16-шы бетін ашып, номер 1-ші есепке назар аударайық. Балалар орманға саңырауқұлақ теруге келді. Олар белгісіз томарқұлақ пен белгісіз арыш саңырауқұлақтарын тапты. Енді біз томарқұлақ пен арыш саңырауқұлақтары нешеу екенін анықтап алайық. Ол үшін суретке назар аударып, саңырауқұлақтарды санайық. Томарқұлақ ол ақ түсті саңырауқұлақ. Сонда томарқұлақ нешеу? Суретке қарап санаңыздаршы. Және арыш саңырауқұлағы нешеу екен? Ол бізде қоңыр түспен белгіленген. Ал саңырауқұлақтарымызды сурет бойынша таптық. Сонда томарқұлақ 5, ал арыш 3 дана саңырауқұлақ. Біз барлығын табу керекпіз. Барлық саңырауқұлақтардың санын табу үшін томарқұлақ пен арышты қосамыз. Сонда 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Балалар, бірінші есепке назар аударыңдар. 5 пен 3-ті қосып, барлық саңырауқұлақ 8 екенін тауып алдық. Енді екінші есепке назар аударайық. Екінші есепте томарқұлақтың саны 5 екені белгілі. Және де барлық саңырауқұлақтың 8 екені көрсетіліп тұр. Бізге арыш саңырауқұлағын табу керек. Енді арышты табу үшін біз не істейміз? Әрине, барлық саңырауқұлақтан томарқұлақтың санын азайтамыз. Сонда 8 бен 5-тің айырмасы 3-ге тең. Жауабы 3 дана арыш бар екен. Арыш саңырауқұлағы. Енді үшінші есепке назар аударыңыздар. Үшінші есепте керісінше. Томарқұлақтың саны белгісіз, барлық саңырауқұлақтың саны 8, арыш саңырауқұлағының саны 3. Енді томарқұлақты табу үшін 8 бен 3-ті азайтамыз. Сонда 5 дана томарқұлақ саңырауқұлағы шығады. Балалар, бірінші есебі ол берілген есеп. Екінші және үшінші Б есептері бұл есебіне кері есеп деп аталады. Енді ережені есіңде сақта. Осы ережені менің соңымнан қайталаңыздар және үйде жаттап алыңыздар.
Есептің шартындағы белгілі шама ізделінді шамаға айналатын есепті берілген есепке кері есеп деп атайды. Ал енді балалар, оқулығымыздың 17-ші бетіндегі номер 2-ші есепті өзіміз шығарып көрейік. Сіздер бұл есептерді бірінші оқисыздар, түсініп аласыздар, содан кейін есептің берілгенін жазасыздар. Есептің берілгені 16-ші беттегі оқулығымызда үлгі ретінде көрсетілген. Сол үлгіден қарап жазсаңыздар болады. А, Ә және Б есептерінің берілгенін жазып, шешуін есеп түрінде шығарасыздар және жауабын жазуды ұмытпаңыздар. Бұл есептерді ақ дәптерге орындаймыз. Ал енді балалар, біз сіздермен ойын ойнайық. Бұл есепте сіздер есептің сұрағын табу керексіздер. Аулада 4 үйрек жүрді. Оларға 5 қаз келіп қосылды. Құстар нешеу болды? 9 құс. Енді осы 3 берілген сөйлемнің ішінен қайсысы есептің сұрағына жатады? Ойланып көріңіздер. Дұрыс айтасыңдар. Құстар нешеу болды деген сөйлем есептің сұрағына жатады. Ал енді ондықтармен есептерді орындайық. Берілген есептерді қосып азайтып, есептің мәнін табыңыздар. Бұл есептерді де дәптерге жазып орындаймыз. Енді оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Сіздер менің сұрақтарымызға жауап беріңіздер. Кері есеп дегеніміз не? Ал енді осы сурет бойынша есеп құрастырып көріңіздер. Асанда неше топ? Үсенде неше ұшақ? Барлығы қанша ойыншық? Енді бұл есепті шығармас бұрын біз алдымен есептің берілгенін жазып алайық. Есептің берілгенінде асанда 4 доп, үсенде 5 ойыншық, барлығы неше ойыншық? Ал енді есептің шешу жолына назар аударайық. Бұл есепті шығару үшін біз қосу амалын орындаймыз. Сонда асандағы 4 ойыншық пен үсендегі 5 ойыншықтың санын қосып, барлық ойыншықтардың санын таба аламыз. 4 қосу 5 тең 9. Енді есептің жауабын жазайық. Барлығы 9 ойыншық. Енді оқушылар, сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер, маған жазуларыңызға болады. Мен сіздерге тағы да түсіндіріп беремін. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. 17-ші бетте оқулығымыздағы номер 4-ші есепті құрастырасыздар. Яғни бұнда тізбекпен математикалық жарыс берілген. Осы жарысты сіздер есеп түрінде жазасыздар. Мысалы, бірінші тізбекте 5 қосу 2, азайту 4, азайту 2, қосу 3 деп жазылған. Сіздер оны жазбайсыздар. Сіздер тек қана есеп түрінде жазасыздар. 5 қосу 2 тең неше? Сосын сол есептен шыққан мәнін 4-ке азайтасыздар. Ол екінші есеп болады. Бірінің артына бірін есеп түрінде жазып, маған үй тапсырмасын жіберуді ұмытпаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.